Сәлем балақайлар, сендермен бірге қаржы мектебі бағдарламасы. Біз әдеттегідей өте қызықты және де пайдалы ақпараттарға толы саяхатқа бірге аттанамыз. Пирамиданы білесіңдер ме? Иә. Аха, ал қаржылық пирамида дегенді естулерің бар ма? Жоқ. Дәл осыны мен сендерге бүгін айтып берем. Қаржылық пирамида, мысалы, былай елестетейік. Менде бір компания бар, иә? Оның атын байлық деп қояйын. Мен сендерді менің компанияма келіңдер. Мен сендерге өте көп пайызбен ақша мөлшерлеме көп берем деп айтайын. Иә? Сендер келесіңдер ақшамен, әрқайсыларың маған 5-еуің маған 100 теңгеден алып келдіңдер деп есептейік, иә? Енді сендер сол 100 теңгенің орнына бір айдан кейін мен сендерге 500 теңге берем деп сендерді қызықтырып шақырмайын ба? Иә. Сосын сендер келгеннен кейін, ақша бергеннен кейін мен сендерге айтам, өздеріңмен бірге тағы да 2-3 адамды алып келіңдер деймін. Сендер оларды алып келесіңдер. Оларды да сөйтіп қызықтырам, иә? Бір ай өткеннен кейін мен аламда сендерге шынымен де 100 теңгенің орнына 500 теңге берем. Сендер одан бетер қызықпайсыңдар ма? Иә. Тағы да адамдар алып келесіңдер, иә? Ал сендердің артыңнан еріп келген адамдар, олар өздерінен тағы да 2-3 досынан алып келеді, ертіп келеді біздің компанияға, иә? Сөйтіп менің компаниям үлкейе бастайды, ақшалар көбейе бастайды. Бірақ күндердің бір күнінде менде адамдар көп болады. Оларға ақша беруім керек қой. Ал менде ақша жоқ болуы мүмкін. Себебі мен оны жымқырып қашып кетемін. Яғни ең бастапқыда келгендер өздерінің ақшаларын алады, ал одан кейін келгендер ақшасыз қалып қалуы мүмкін. Ол компанияның қанша уақыт жұмыс істеуіне байланысты. Мінекей, балалар, дәл осы тақырыпты, яғни қаржылық пирамиданы бүгінгі сабақта біз егжей-тегжейлі талқылайтын боламыз. Қаржылық пирамидалардың белгілерін білу, бұл да қаржылық сауаттылықтың белгілерінің бірі. Дәл осыны біз сендерге бүгінгі сабақта оқытып үйретеміз. Осындай пирамидаларды құрушылардың құрбаны болмау үшін оның белгілерін нақты білу керек. Біріншіден, мұндай ұйымда ұлттық банктың депозиттерді немесе салымдарды қабылдау лицензиясы жоқ. Екіншіден, ол өзінің қызмет түрі мен табыс көзін көрсетпейді. Үшіншіден, алаяқтар салынған ақшаға өте көп пайда келеді деп уәде береді. Төртіншіден, салымдардың сақталуына кепілдіктің жоқ болуы. Бесіншіден, жаңа қатысушыларды тартқандарың үшін компания бонустардың төлеуіне уәде береді. Алтыншыдан, мұндай ұйымдар өзінің қаржылық жағдайы туралы ақпаратпен бөліспейді. Жетіншіден, қатысушылардан кіру жарналары талап етіледі. Оған қоса қаржы пирамидаларын құрушылар өз ұйымдарына белсенді түрде бұқаралық ақпарат құралдарында, телевизия мен ғаламторда мықты жарнамалық науқандар жасайды. Сонымен қатар олар жарнамалық шоу тұсаукесерлерді ұйымдастыруды жақсы көреді. Бұл ретте олар аса ерекшеленген салымшыларға, яғни компанияға көптеген жаңа клиенттерді тартқандарға қымбат сыйлықтарды тарту етеді. Достар, қаржылық пирамида негізінде құрылған компаниялардың ақшалары жаңадан келіп жатқан инвестицияланған ақша болмаса өзінің ақшалары, активтері ешқашан да жаңа өндіріске жұмсалмайды. Яғни олар еш нәрсе өндірмейді. Олар тек ақшаны айналдырады деген сөз. Пайданы қайдан табады? Соңынан келген адамдардың есебіне, солардың ақшасының есебінен алдында тұрған адамдар пайдасын табады, және де сол қаржылық пирамиданы құрған адамдар алаяқтар десек те болады. Солар не пайданы көреді деп ақшаны өзінің қалталарына салады. Неғұрлым пирамида көп уақыт жұмыс істеді, соғұрлым ол жерден өзіңнің ақшаңды пайыз емес, тіпті өзіңнің ақшаңды қайтарып алу мүмкіндігі өте аз. Алғаш рет қаржылық пирамиданы ақш-та 1919 жылы Чарльз Понти ұйымдастырды. Фирмасының облигациялары барлық американдық бағалы қағаздардан айтарлықтай артқан. Айтар болсақ, әр 90 күнге 45%. Американдықтар Понтидің компаниясына белсенді түрде ақша сала бастады. Бір жыл ішінде шамамен $50 миллион жиналды. Кейіннен бұның алдау екені анықталды. Понти ешқандай ақшаны еш жаққа инвестицияламаған. Ол жай ғана облигацияларының сатылуынан келген пайдадан пайыздар төлеген. Салымшылардың қуаныштарына орай ақшаның бір бөлігін тауып, оны қайтаруға мүмкіндік туды. Жауапкершілік, тәртіп және де жоспарлай білу – бұл қаржылық сауаттылықтың белгілері. Осыны біздің сабақта үйренеміз.
Достар, бүгінгі сабақты, бүгінгі тақырыпты жақсылап меңгеріп алу үшін мен сендермен әдеттегідей ойын ойнаймын, я? Қараңдар, біздің интерактивті тақтада пирамида тұр. Біздің мақсатымыз қаржылық пирамиданы құру емес. Себебі қаржылық пирамиданы құру бұл алаяқтықтың түрі, я? Біз керісінше, біз пирамиданы құлатамыз. Жарай ма? Дайынсыңдар ма? Ал, Жанелден бастайық. Келе ғой, Жанел. Ал, қаржылық пирамидаларды құру бұл алаяқтық. Е? Мінеки, пирамиданың ең шыңы жоқ болды. Рахмет, орныңа отыра ғой. Кел, Ерасыл. Қаржылық пирамидалар өндірістік тауарлар мен қызметтерді үлкен мөлшерде шығарады. Жоқ. Өте дұрыс. Көп рахмет, орныңа отыра ғой. Ағаймен. Ал, ағай, мен шығайыншы деп қатты қайлап отырған біздің Айбарды ортаға шақырайық. Кел. Айбар, қаржылық пирамида түрінде құрылған ұйымдар қаржылық ұйымдар болып есептелмейді. Және оларда депозиттерді қабылдауды жүзеге асыру лицензиясы болмайды. Е ма жоқ па? Әнекей, бәрекелді, орныңа отыра ғой. Көп рахмет. Кім бар бізде тағы? Айсера, кел. Қаржылық пирамидалардың барлық салымшылары басшылықпен уәде етілген үлкен пайданы алады. Жоқ деген жауап өте дұрыс. Көп рахмет, орныңа отыра ғой. Сонымен бізде кім қалды? Алидар, келе ғой. Қаржылық пирамидалардың ұйымдастырушылары жиі анонимді түрде, яғни жасырын түрде жұмыс істейді. Ал өз ұйымын алыс жатқан экзотикалық елдерде тіркейді. Яғни өте алыс жерде, мені ешкім ұстап алмасын деп алыс жерлерде тіркейді екен. Солай ма жоқ па? Иә. Әрине солай, өте дұрыс. Ары қарай жалғастырамыз. Қаржылық пирамидалардың құрушылары ұйымның қаржылық жағдайымен шын көңілмен бөліседі. Олай емес. Әрине, өте дұрыс. Орныңа отыра ғой. Жанел, кел, саған тағы да бір сұрақ бар. Қаржылық пирамидалардың салымшылары өз салымдарының сақталуына деген қандай да бір кепілдіктерге ие болмайды. Дұрыс. Өте дұрыс. Орныңа отыра ғой. Ал, достар, мінекей, біз қаржылық пирамида, яғни осындай негізде құрылған компаниялардың қалай жұмыс істейтінен хабардар болдық, е? Мінекей, балалар, сендер болып, біз болып, сіз болып, біз мына ойында өте жақсы ойнап шықтық та, қаржылық пирамида деген ұйымның тас-талқанын шығардық, е? Бірақ өкінішке орай, достар, өмірде барлығы осылай бола бермейді. 20 ғасырдың 90 жылдарында МММ акционерлік қоғамы қаржылық пирамидасы жылдығы 1000% мөлшерлеме ретінде ғаламат табыс беремін деп миллионнан астам ресейлік пен басқа да ТМД елдерінің тұрғындарын алдай алды. МММ акционерлік қоғамын құрушылар ағайынды Мавроди 5 жыл ішінде шамамен $2 миллиард тарталды. МММ банкрот болғаннан кейін салымшылардың басым көпшілігі өз салымдарынан толығымен және мәңгілікке айырылды. Достар, қаржы мектебі сабақтары сендерге қаржы әлеміне дұрыс қадам басуларыңды үйретеді. Достар, көптеген елдерде қаржылық пирамида қатаң заңмен қудаланады десек те, дегенмен қазіргі таңда ондай компаниялар баршылық, өкінішке орай, иә? Ал қазір 21 ғасырға қарасақ, бізде не? Технологиялар қатты дамыған ғой. Осындай қаржылық пирамидаларда өздерінің істерін олар да қатты дамытқан. Яғни, қазір біздің күнделікті қолданатын ғаламторды да олар пайдаланады. Өтіріктен жалған желілер, яғни жалған бір ғаламтор интернет ойындарын құрып, осындай жарнамалар жасап, ғаламторда кәдімгідей үлкен желі құрып, сонда пирамида жасайды. Мысалы қандай? Бір ойын ұйымдастырады, ол жерге адамдар шақырады, мына ойынды ойнаңдар дейді, жарнасы мынанша ақша, соны төлеңдер дейді. Тағы да 2 ойыншы шақырсаңдар, сендерге мынандай бонустар берем деп қызықтырады. Сол себептен, достар, ғаламтор кеңістігінде жүрген кезде сендерде абайлаңдар, осындай алаяқтарға тап болмаңдар.
Қытайлық бизнесмен Ван Фэн 1999 жылы $1,500 салымшы атануға ұсыныс беретін фирма ашады. Бұл ақшаға инвесторға құмырсқалары бар қорап табыс етілген. Арнайы нұсқау бойынша 90 күн бойы артритке қарсы дәрі жасау мақсатында оларға тамақ беріп өсіру керек болатын. Осыдан кейін фирма өкілдері жәндіктерді келіп алып кеткен болатын. Құмырсқалы қаржылық пирамиданың ақыры әдеттегідей болды. Оның айналымы $2 миллиард жеткенде ол құлдырады, ал оның құрылысы ұсталып, ату жазасына кесілді. Достар, біздің қаржы мектебі сендерге қаржылай сауатты болуды үйретеді. Достар, бүгінгі тақырыпты тұжырымдау үшін біз не істейміз? Ойын ойнаймыз да, сендердің бүгінгі тақырыпқа байланысты қаншалықты білім алғандарыңды мен бір тексеріп жіберейін, кім болады, капитан? Жанел, өте дұрыс жігіттер, жарайсыңдар. Жанел, келе қой қасыма. Үйім менеджерлерінен мемлекеттік орган берген депозиттерді қабылдау лицензиясын әрдайым сұрап отырыңдар. Лицензия деген жазу бар, сурет өте дұрыс. Әрі қарай жалғастырамыз. Салымдардан кепілденген және үлкен пайда келеді деген уәделерге сенбеңдер. Өте дұрыс. Қаржылық пирамидалардың құрушылары салымшылардан ақшаны ешбір бухгалтерлік есепсіз жиі қабылдайтындарына назар аударыңдар. Яғни компания сендерден ақша алып, бірақ бухгалтерлік есеп жүргізбесе, яғни қолдарыңа ешқандай бухгалтерлік құжаттар, қағаздар бермесе, ол компаниядан аулақ жүру керек деген сөз. Енді соңғы тапсырма. Фирма иелері мен басшылығы туралы деректер құпияланған екенін біліп алыңдар. Бұл қаржылық пирамидалар белгілерінің бірі. Мінекей, өте дұрыс. Орныңа отыра ғой, Жанел. Көп-көп рахмет. Ал Жанелге қол шапалақ, достар. Енді мен сендердің білімдеріңді бір-бірден сұрап тексерейін, яғни бағдарламамызды қорытындылайық. Бүгін сендер не түсіндіңдер, Ерасыл? Ешқашан ешқандай компанияға ең бірінші құжатын бермей жатып сенбеу керек. Сенбеу керек. Бірақ егер олар өзі туралы ақпаратты көп берсе, сенуге болады, Өте дұрыс. Қаржылық пирамидада алдында берген ақшалардың пайдасын алдындағы адамдар көреді. Ал соңғы келген адамдардың есебінен, соңынан келген адамдар ақшасы қалып қалады, Міне, дұрыс, өте дұрыс. Жанел? Мен бүгінгі сабақта егер компанияның лицензиясы болмаса, онда ол компания алаяқтар қатарында болады деген сөз. Дұрыс. Қаржылық операциялар жасауға лицензиясы жоқ болатын болса компания, ол қаржымен ешқандай іс-әрекет жасалмайды. Ал егер лицензиясы жоқ болып, сондай іспен айналысатын болса, яғни ол қаржылық пирамида, алаяқ компания. Өте дұрыс. Ал, Алидар? Егер сен ақшаны компанияға алып келсең, бірақ саған бухгалтерлік құжатты бермесе, онда ол алаяқ компания. Өте дұрыс. Мінекей, достар, біз сендермен қаржылық пирамида деген тақырыпты талқыладық. Көптеген мағлұмат алдық, осы компаниялар туралы. Егер сендердің өмірлік жолдарыңда осындай компаниялар пайда болатын болса, ол міндетті түрде сендер ересек болған кезде ол кездеседі. Талай компанияларды кезіктіресіңдер. Ең алдымен біз бүгінгі сабақта не өттік, соны есте сақтап қалатын болсаңдар, ол алаяқтарға сендер төтеп бере аласыңдар, және де алданбайсыңдар. Түсінікті ғой барлығы? Достар, мінекей, сондықтан бүгінгі сабақты жақсы меңгеріп алыңдар. Қажет болса, тағы да қарап, осы жөнінде басқа мағлұматтарды, басқа деректердің қайнар көздерді ашып оқыңдар. Сөйтіп қаржылық сауаттылықтарыңды арттырыңдар. Ал егер бұл бағдарламаны тағы да бір рет қайталап көргің келемін десеңдер, онда бізді барлық әлеуметтік желілерде табуға болады. YouTube желісінде өзіміздің арнамыз бар. Содан барлық біздің сабақтарымызды бір қайталап көрсеңдер болады. Достар, мінекей осымен біз бүгінгі сабағымызды аяқтадық. Наны есте сақтап жүріңдер. Есепсіз дүние жоқ. Келесі кездескенше сау саламат болыңдар.